Кымбат болмасын, мен және менің әлемім дейді ғой. Енді менің әлемім ол енді қазақ тілін оқыту және де ошол ән арқылы үйретуді істеп жүргенімді көрсетіп бөліспекпін. Мемлекеттік тілді ән арқылы үйрету, қазақ тілін үйрену және де үйрету оңай емес дегеннен бастағым келіп тұр. Және де жай ғана оңай емес, ол өте оңай. Осыны дәлелдеп өткім келеді. Біріншіден, енді сіздермен бұл жерде енді көбі әртүрлі пәннің мұғалімдері деп оқыттым, иә. Кімдер екінші тілді оқытып жатыр? Қол көтеріңіздер. Қазақ тілін орыс мектептерінде. Бір шама бар, енді қалғандарыңызға мүмкін қажет болып қалар деп ойлаймын. Бұл жерде бірінші тілді үйренгенде 4 дағдының қайсысынан бастаған дұрыс деп ойлайсыздар, оны білесіздер, иә? Неден бастаған дұрыс? Тыңдалым, иә? Өйткені ол өзі өмірдің заңы. Бірінші біз тыңдаймыз, тыңдап өтеміз, содан кейін сондықтан ол ана тілі деп аталады. Яғни ана қай тілде сөйлейді, сол тілде ол баланың тілі шығады. Яғни тыңдалым. Екінші, ғалымдардың зерттеуінше қандай да бір тілде сөйлеп кету үшін сол тілдегі жиі қолданылатын неше сөзді қолданып үйрену керек? 2000, иә. Сонда біздің үйрете алмай жүргеніміз осы 2000 сөз. Келесі, ғалымдардың зерттеуінше кез келген тілде адам баласы сөйлеп кету үшін қанша бет кітапты дауыстап оқу керек? Шамамен белгілеген не бар? 3000 дейді негізі. Егерде алдыңғы нелерде болсаңыздар, біз алдында семинарларда айтылғанның 3000 деп беріледі. Бұл 300 беттен болса 10 кітап. Келесі, бір жаңа сөзді тіл үйренуші есіне еріксіз сақтап қалу үшін сабақ барысында неше тапсырмада қайталанып келу керек? Бір сабаққа, яғни деңгей деген сөз мысалы неше тапсырмада қайталанып келу керек? Кімнің есінде? 4 немесе 7 рет. Яғни кейбір балалар 4 рет 4 тапсырмада сол сөз кездессе есіне сақтап қалады, біреулерде ол 7 рет сондай неде. Тіл үйренудегі ең тиімді қандай жолдарды білеміз? Ол әрине ән. Бұны, яғни мен ойлап тапқан жоқпын, бұны тіпті шетелдің мысалы полиглоттарын сұрасаңыздар, көпшілігі осы ән арқылы үйрендім дейді. Соның ішінде мысалы бізде Тоқтар алғашқы ғарышкеріміз Тоқтар Әубәкіров осы ән арқылы үйрендім дейді. Мен сіздерге көрсетейін деп отырғаным қазір 5-ші сынып былтыр жазған өлеңдерім. Мынау міне балалардың алдына беріледі. Балалар бұның алдында сабақ кәдімгідей өтеді. Мынандай көп балалы үйде ауыз бірлік болсын, мерейтойда билеп, ел бақытты болсын, үлкендерменен сен бірінші амандас, тәрбиелі болып, кішіге қарайлас. Бұл жерде қазір мен айтып отырмын, арғада төрге тойлы қазақ дәстүрімен анау деп кетеді. Екінші бөлімге мына өлең жазылған, үшінші бөлімге қорғайып біз табиғатты, өрмелеген тиімді. Бұл себебі, сөздерін мен өзім жазған, мына 4-ші бөлімге жазылған, мен тез-тез дегенге. Мектептегі әрбір жаңағы сыныпқа ән жазып отырған ғой тақырып бойынша. Бұл жер ән арқылы үйретіп жүр. Мысалы, бұл жерде мына өлеңдерден сіздер терең мағына іздеудің қажеті жоқ, себебі бұлар ондай мақсатта жазылмаған. Бұл біздің мемлекеттік бағдарламада лексикалық минимум деген беріледі. Мына бөлімде мынандай сөзді үйрену керек. Мен барынша сол сөздерді осы әндерге кіргіздім. Мысалы көбіне 22 сөз берілсе, мен 18-19-ын бір әнге кіргіздіруге тырыстым. Сондықтан бұл жерде керемет бір мағына, әрбір жолдан кейін бір-бірімен байланыс іздеудің қатты қажеті жоқ. Кейбіреулер енді жақсы жазылды, кейбіреулер нашар жазылды. Мен сіздермен қазір бір-екеуін мынау міне оқырмандар кездесті үлкен залда, немен айтылады анау? Девушка из города Караганда бар ғой, сонымен кітапхана қоры мыңға жуық, тұрмасын бос бөлікті сөре суық, сирек кітап оқып болсаң, қайтар оқып уақыт жуық деп келеді. Міне, мынада 22 сөз берілген бағдарламада, мен оның 18-ін кіргіздім. Мынау қызылмен берілгеннің барлығы мемлекеттік бағдарламада балаға игертуге берілген не. Мына жерде мынаны қосуларыңызға болады, 1-2 минут. Қалай қосып болады, ортасынан басайын ба? Дауысы бар ма?
келесі мысалы дәл сол сияқты қазіргі мен бұрынғы біздің шәмшәндеріне тиіскен жоқпын, өйткені оны үлкен кісілер сол күйінде құлақтарына сіңдіріп қалған, ертең сымның астына қалам деп. Мынау Мираш Жүгінісовтың Зымыран деген әнінің несіне әуеніне жазылған. Әне сен қарашы, тұр жеті қарашы, шексіздік бітпейді, ал уақыт күтпейді, түндерде қараңғы бағытын болжады, құс жолын бақылап, құстарға қозғалды, ұсақ боп көрінер, алыстан жоқ жұлдыз, жылт-жылт боп төгілер, жоқ болар, ал күндіз күннің жиесінде, сегіз шаршы иесінде деп келеді. Енді мынаумен мынандай байланыс жасады. Мынау 5-ші сыныпта жастайтын өлеңдері, дәл осының 4-ші сыныпта соған ұқсас не бар, тақырып бар, соған мынандай өлең жаздым. Дөңгелек жер, дәл сол ән тек қана қайырмасының әуеніне жазылған. Дөңгелек жердің, ғаламшар мен ғарыштың, құпиясы көп, жақыннан да алыстың, айлақтан біздің, ғарышкер батыл ұштың, әуеден оралдың, аңызға айналдың деп келді. Көремін десеңіздер, видеолары бар, интернетте жүктелген, сіздер тіпті интернеттен дайын күйіндегі әндерді алуларыңызға болады. Мына видео, жаңа көрген видеоның үстінде сөздер жазылған. Рахмет, тамаша. Міне мына жерде дәл солай берілген бірнеше әннің үйлері. Тақтаны қараңыздаршы, тақтаға мән бердіңіз деме, тақтада бұл кісі сөздерді жазып қояды. Қазір, мені ме? Дұрнада көрінбейді екен. Сіздің айтқаныңызға 70%-ның міне 70%? Неге суреттер қолданылған? Өйткені көрген дүниенің 70%-ны өте есте сақтап қалады екен. Сосын адам баласы мына кривое забывание по Эппингаузу дейді, бұл яғни есінде сақтаған дүниені ақын естеріне ұмыта бастайды. Ал ұмытпау үшін 5 минуттың ішінде 22 сөздің 19-ын қайталату ән арқылы, 5 минут емес, 3 минуттар соның ішінде қайталатуға жаңағы әндер өте пайдалы. Міне мынау қайталату принциптері есте сақтау үшін керісінше 20 минуттан кейін қайталау керек, 1 сағаттан кейін, 8 сағаттан кейін, 24 сағаттан кейін. Бұл қысқа мерзімдік, ал ұзақ мерзімде қараңыздар, 2-3 аптадан кейін баяғы өтіп кеткен бөлімді қазір қайталату үшін жаңағы әнді қайталатуға болады. 2-3 айдан кейін қайталату. Менің мысалы былтырғы 4-ші сыныптың оқушылары қазір 5 оқыды, олар 6 оқыды. 4 пен 5-ші сыныпта жаттаған өлеңдерін түгел біледі. 4-ші сынып бойынша 8 өлең біледі. Не бойынша 5-ші сынып бойынша 13 бөлім бар, соның 11-іне жазылған 11 өлеңді сол күйінде жатқа біледі. Рахмет назарларыңызға. Уақытта қарап